Сәлеметсіздер ме? Бүгін физикс разбор жасайтын боламыз. 21-ші сұрақ. Which law of physics is shown in the picture? Бұл сұрақта суретте не көрсетілген деп сұрап тұр. Бұл жерде суретте көрсетілген физика заңы Ньютонның бірінші қозғалыс заңы. Бұл инерция заңы деп те аталады. Ньютонның бірінші заңы бойынша, егер денеге ешқандай күш әсер етпесе, ол сол жылдамдықпен кете береді. Яғни бізде жауап Б. 22-ші сұрақ. An object is moving at constant speed on a straight road. According to Newton's first law, what will happen if no external forces act on the object? Егер Ньютонның бірінші заңына сүйенсек, денеге ешқандай күш әсер етпесе, тұрақты кетіп бара жатқан денеге ешқандай күш әсер етпесе, не болады деп. Бұл жерде жаңағы айтып өткеніміздей, денеге ешқандай күштер әсер етпесе, ол сол жылдамдықпен кете береді. Яғни бізде Б жауабы болады. The object will continue moving at constant speed. 23-ші сұрақ. What should be the magnitude of friction force acting on an object which moves with constant speed? Суретте көріп тұрсақ, дене былай қарай жылжиды. Себебі бұл жерге көп күш түсіп тұр. Бізде force final табу үшін барлық күштерді азайтамыз. Және де бізде F final 24 ньютонға тең болады. Ол бізде С жауап. 24-ші сұрақ. Find the acceleration of the 5 kg box if the force acting on the box is 10 newton. Бізде формула бар. F тең ma. Бізде F тең 10-ға және 10 тең 5 көбейтілген A-ға. A тең 10-ды 5-ке бөлген кезде 2 ньютон бөлінген килограмм. Бұл бізде жауабы. Келесі сұрақ. 25-ші сұрақ. A frictionless system consisting of mass M1 10 kg and M2 5 kg is shown in the picture. If the system is released from rest, find the tension in string. Бізге tension табу керек. Бұл жерде бізде былай қарай tension және төбеге қарай tension табу. Сол себептен біз мына жерде бізде С тең болады M2A болады. Және M2 дегеніміз бізде 5A-ға тең. Демек бізде бұл жерден шығады A тең С бөлінген. Мына жерге жасатын болсақ, бұл жерде бізге астыға M1G төбеге tension, сол кезде бізде M1G минус tension тең болады M1A. Бізде tension ар жаққа плюс болып өтеді. Сол кезде M1 бізде 10-ға тең, 10-ды 100-ға бөлсек, 100-да 10-ға тең 300 шығады. Тең M1 бізде 10-ға тең, 10 A-ның орнына қоятын болсақ, С бөлінген 5 қосылған Т. Және бізде мына жерде 10 мен 5 қысқарады, мына жерде қалады. Сол кезде 2Т қосылған Т 3Т-ға тең. Демек Т тең 100 бөлінген 3 ньютонға. Бұл бізде А жауабы. 26-ші сұрақ. Neglecting the friction in the system shown in the picture, find the acceleration of the system. Бізде мына жерде
былай қарай теншн күші әсер етеді, және де былай қарай теншн күші әсер етеді. Былай және де былай. Бізде былай астыға F1 болсын, былай астыға F2 болсын. Былай астыға F3 болсын. F3 бізде 0-ге тең болады, себебі былай бізде үстіге n күші әсер етеді. N мен F бір-бірімен қысқарып 0-ге тең болады. Ал F1 тең мынаны бірінші дене деп алайық, мынаны екінші дене, мынаны үшінші дене деп алайық. N1 тең F2 тең F3 бізде тең 0-ге. Бізде Fnet деген қорытынды күш, ол тең болады F1. Бізде қараңдар, мынау былай қарай, мынау былай қарай. Екеуі қарама-қарсы бағытта. Сол себептен бізде F1 минус болады. Сол кезде минус F1 плюс F2 плюс F3. Ол тең болады 10 ньютон. Бізде мынау тең болады минус 20-ға, мынау тең болады 40-қа. Сол кезде бізде 40 пен 20 азайтылып 20 ньютон қалады екен. Бізде барлық массалардың қосындысы 4 қосылған 2, ол тең болады 10 килограмм. Және де бізде acceleration тең F net бөлінген M. Және ол тең болады 20 бөлінген 10, 2 ньютон бөлінген килограмм. Ол бізде С. Келесі есеп, 27-ші есеп. Find the acceleration of the mass. Бізде масса берілген. Бұл төбеге қарай F күшпен тартады. Астыға қарай mg тартады. Бізде F net тең болады F азайтылған mg. Себебі екеуі екі бағытта. Бізде acceleration тең F net бөлінген масса тең. Бізде F net бұл жерде тең болады 20 азайтылған 1 көбейтілген 10-ға тең 10 ньютон. Және де осы жерде 10 бөлінген масса 1 килограмм тең болады 10 ньютон бөлінген килограмм. Бұл бізде С жауабы. 28-ші сұрақ. Two ships are 6 kilometers upward. One ship weight X tons and the other weight Y tons. What is the gravitational force between them? Бізде формула бар. F тең G көбейтілген M1 көбейтілген M2 және де бөлінген ара қашықтықты A деп аламыз, R квадрат. Жазамыз F тең G бізде 6-да 6 көбейтілген 10-ның минус 11 дәрежесі және де көбейтілген 8-дің көбейтілген 15 дәрежесі тонна, және біз тоннадан килограмм айналдырған кезде бізде 8 болады. Өйткені 1000-ға көбейтеміз. Және де көбейтілген 3 көбейтілген 10-ның 6 емес 9 дәрежесі. Бөлінген. Бұл жерде бізде 6 километр метрға айналдырамыз. Сол кезде 6000-ның квадраты болады. Бізде осыны калькуляторға салатын болсақ, F тең 4 ньютон шығады. F тең 4 ньютон шығады. Жауап бізде Т. Келесі сұрақ.
29-cı сұрақ. An 80 kilogram man stand in an elevator. What is the man's weight if the elevator starts moving upward with an acceleration of 2 meters per second square? Бұл жерде бізде лифт бар. Лифттің ішінде адам бар. Лифт жоғарыға 2 метр секунд квадраттан жылжиды. Және адам бізде астыға қарай mg-мен жылжиды. Ал лифт бізде төбеге жылжығанда ол адамға көмек болғандықтан ол ma күші әсер етеді. Бізде адамдар жерде тұрғаннан қарағанда лифтте тұрғанда weight басқаша болады. Сонда бізде F тең mg қосылған ma. F тең m бізде 80-ге тең, көбейтілген 10 қосылған 80 көбейтілген 2. F тең 800 қосылған 160 тең 960 ньютон. Бізде Т жауабы болады. Келесі сұрақ, 30-ші сұрақ. Who provided a basis for the study of dynamics? Бізде ответ А болады. Бізде динамиканың негізін құрған Ньютон болып есептеледі. Бұл сіздердің кітаптарыңызда бар. Демек, ответ А, Ньютон. Келесі сұрақ, 31-ші сұрақ. A rocket needs to leave the Earth and go into space. To do this, it must reach a certain speed called escape velocity. For Earth, the escape velocity is about 11 kilometers per second. A rocket travels at 5 kilometers per second. Will it escape the Earth? Бұл жерде бізде ракета бар. Ракета жерден шығып кету үшін оған космический скорость керек. Бізде космический скорость 11 километр в секунду. Ал ракета 5 километр в секундымен жүреді. Ол жерден шығып кете алады ма дейді. Бұл жерде ракетанікі 5, ал бізге V как минимум 11 болу керек. Бұл мынаған сәйкес емес. Демек, yes, because 5 kilometers per second is escape velocity. Жоқ. No, because 5 kilometers per second is less than the escape velocity. Yes. Бізде жоқ, өйткені 5 километр в секунду ғарыштық жылдамдықтан аз. Ол дұрыс жауап. Өйткені 5 бізде 11-ден аз. Келесі сұрақ. For questions 32 and 33. A frictionless system consisting of masses m1 equal to 2 kilograms and m2 equal to 3 kilograms is shown in the future. Sinus 37 0,6-ға тең, косинус 37 0,8-ге тең деп көрсетілген. Бұл жерде бізде mg осылай әсер етеді. Бізде осылай қарай mg косинус альфа, ал былай қарай бізде mg синус альфа әсер етеді. Бізде мына жерде tension тартады, ал мына жерде де tension тартады. Сұрақты көрейік. Find in which direction the system moves when released from rest. Бұл жүйе жіберілген кезде блоктар қай бағытқа қарай жылжиды дейді. Бұл жерде бізде мына жерде блок астыға қарай
mg мен кетеді, ол тең 30-ға. Ал мынау тең болады mg синус альфа тең бізде 2 килограмм 2-ні 10-ға көбейткен кезде 20-ны синус альфаға көбейткен кезде 0,6-ға көбейткен кезде бізде 12 шығады. 12 ньютон. Мына жерде 30 ньютон. Қайсы көп? Әрине бізде мынау көп. Сол себепті бұл жүйе бұлай қарай жүреді, осылай қарай. Жауаптарды көрейік. Anti-clockwise сағат бағытына қарсы, бұл қате. Сағат бағыты қарсы болса осылай болады. Clockwise бұл дұрыс. Себебі сағат уақыты осылай. Бізде де жүйелер осылай жүреді. Келесі сұрақ. Find the acceleration of the system. Біз қараймыз, мына жерде төбеге tension, астыға m1g мынаны бірінші блок, мынаны екінші блок деп алайық. m1g тартады. Сол кезде біз астыға баратын таптық. Демек, бізде m1g minus tension equal to m1 acceleration. Келесі бізде осы блокты жазатын боламыз. Бұл жерде tension тартады, мына жерге қарай mg синус альфа әсер етеді. Сол кезде tension минус mg синус альфа тең m2 альфа тең m2 acceleration. Қосу жасаймыз. Tension қысқарады. Сол кезде бізде орындарына қойып жіберейік. m1 бізде 3 килограмм, m2 2 килограммға тең. Сол кезде бізде m1 3 көбейтілген 10 азайтылған 2 көбейтілген 10 көбейтілген 0,6. Бізде синус альфа ол 0,6-ға тең. Және де бұл тең болады m1a бізде 3a қосылған 2a. Бұл жерде бізде 30 шығады, мына жерде бізде 12 шығады. Демек 18 тең 5a-ға. A тең 18 бөлінген 5-ге. Ол тең болады 3/6-ға. Демек бізде жауап 3/6 ньютон бөлінген килограмм. Келесі сұрақ. At which time interval net force acting on an object is equal to 0? Графикада қай уақытта денеге әсер ететін күш 0-ге тең болады дейді. Қарайық. Мына жерде бізге күш метр секунд. Бұл 0 мен 10-ның арасында 2-4 жылдамдықпен жүреді. Яғни бұл жерде күш бар. Ал келесі 10 мен 16-ның арасында жылдамдық 0. Демек бұл жерде күш жоқ. Күш әсер етпейді. Күш 0-ге тең болады. Демек жауап бізде 10 мен 16-ның арасы. 35-ші сұрақ. Which force is represented in the picture below? Бұл жерде бізде суретте қандай күш екенін сұрап тұр. Бұл көріп тұрғанымыздай, бұл жерде бізде серіппелер тұр. Серіппелер. Tension force ол джек. Tension болмайды. Екінші elastic force. Серпімділік күші. Дұрыс. Серіппе серпімділік күші деп аталады. Сол себепті серпімділік күші болады. 36-ші сұрақ. The system in the picture moves under the effect of a force of 20 Newton on a smooth surface. If m1 equal to 1 kilogram and m2 equal to 3 kilogram, find the force acting on the mass m2. Бізде осылай қарай F күш әсер етеді. Бізге m2-ге қандай күш әсер етіп жатқанын табуымыз қажет. Бізде бұлай қарай F әсер етеді, және бізде қарама қарсы жаққа m1a әсер етеді.
және m2 a. Бұл екі күшті қосқанда осы күш шығады. Бізге m2 a-ны жауабын табу керек. Бізде f тең m1 a қосылған m2 a, f бізде 12 тең, m1 бізде 1-ге тең, a қосылған m2 бізде 3-ге тең, 3a. Және де a тең болады 3-ке. 3 ньютон бөлінген килограмм. Бізге осыны табу керек дедім. Оны табу үшін f тең m2 бізде 3 килограмм, 3 көбейтілген acceleration бізде 3-ке тең тоже. Тең болады 9 ньютон. Жауап бізде Б. Отыз жетінші сұрақ. Calculate the net force acting on the object. Косинус 60-05-ке синус 60 түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең болады екен. Бұл жерде бізде былай қарай бір күш әсер етеді, және де былай қарай күш әсер етеді, және де былай екі күш әсер етеді. Бізде бұны табу үшін былай сызатын болайық. Мынау 4-ке тең, мынау 60-қа тең. Сол кезде бізде мына күшті табу үшін бізге тең болады f2 үштірек тең болады 4 бөлінген косинус 60. Ол тең болады 2 ньютон. Және де біз екінші осылай қарай күшті табайық. Ол бізде f1 үштірек тең 4 бөлінген косинус 60-қа тең. Ол да бізде 2 ньютонға тең. Бізде f нет тең болады f1 үштірек қосылған f2 үштірек тең болады 4 ньютонға. Жауап бізде 4. Біз бұл жерде неге косинус 60-қа бөлдік? Себебі геометрияда егер бізде осылай егер бізде күш осылай әсер етсе, оны осы жерді косинус альфаға көбейткен кезде осы күш шығатын еді. Ал бұл жерде керісінше болып тұрғаны үшін мынау күшті косинус альфаға бөлген кезде мынау күш шығады. Келесі сұрақ, 38-ші сұрақ. The acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. Which law is this? Бұл жерде нысанның үдеуі тікелей оған әсер ететін таза күшке пропорционал және оның массасының керек пропорционал. Бұл қандай заң деп сұрапты? Бізде Ньютон, бұл жерде бізде acceleration бар, және күш бар, acceleration, net force, and mass. Бізде F тең ma деген формула бар. Net force дегеніміз F, acceleration дегеніміз A, mass дегеніміз M. Және де бұл бізде Ньютонның екінші заңы болады. Жауап Б. Келесі сұрақ. 39-ші сұрақ. A 2 kg object accelerated from the rest to 10 meters per second in 5 seconds. What is the net force acting on the object? Бізде V final equal to V initial plus acceleration product to time. Осындай формула бар. Бізде F final 10-ға тең, F initial 0-ге тең, себебі rest деп тұр, 0-ден басталады. Қосылған acceleration бізде белгісіз, және де көбейтілген time бізде 5 секунд. Сол кезде бізде A тең болады 10 бөлінген 5 тең 2 ньютон бөлінген килограмм. Шығады. Бізде түсті табу керек. F тең ma тең m бізде
2 килограмм, acceleration де 2 килограмм, сол кезде 4 ньютон шығады. Келесі сұрақ, 40-шы сұрақ. What is the weight on Earth of 50 kilogram person? 50 килограмм адамның жердегі салмағын табыңыз деп тұр. Бізде жерде F тең mg, Ньютонның бірінші заңын қолданамыз. F тең mg, және де бізде U көбейтілген 10 тең 500 ньютон болады. 500 ньютон. Осымен біздің разбор аяқталды. ПТС-те бәріңізге сәттілік. Сау болыңыздар.